айтсаңыз деген. Баласа ханым, Қослайықта жүргеніме қанша жыл болды? Мен алғаш үміткер қабылдайын деп тұрмын. Сізге 2 күн болды ғой? Жоқ. 2-3 күн. Алдында мен қатысушы болдым ғой. Бірақ 2 апта болдым, үлгермей қалдым. Кішкене андай жүрегім не істеп тұр. Жақсы. Шақырамыз, иә? Қош көрдік. Есіміңіз? Ердәулет. Ердәулет, жасыңыз нешеде? 25. Қай жақтансыз? Шымкент қаласы. Неге Аягөз таңдап келдіңіз? Таныспыз негізі біз 4 жылдан бері, иә. Бірақ бұл Қытайда болды. Иә. Аягөз Қытайда болды. Сезім білдіре алмадым. Енді айтады ғой, енді ол басқа әлемде, басқа қалада болса да, мен Шымкентте болдым. Қослайыққа келгенін көріп. Танып тұрмын. Таңғалып тұрмын. Танып тұрсыз, бірақ таңғалып тұрсыз. Досым ғой ол менің. Ашып алайық па онда шымылдықты? Досым ғой ол менің. Себіреймін. Досым ғой, үйреніп қалғанда. Қобалжып тұрғанмын. Сіздер соңғы рет қашан көрістіңіздер? Біз Қытайда. Ол қашан? Мен осыдан бір 5 ай, 6 ай болды. Жарты жыл досым дедіңіз. Қалай доссыздар? Жылдан аса доспыз да, мен түсінбей тұрмын да. Маған бүйтіп Инстаграмда қалайсың жаным, жақсың ба деп айтады, мен мән бермеймін ол нәрсеге. Сосын қазір таңғалып тұрмын да. Ердәулет, негізі сізден сұрайық енді. Сіз досыңызды сағынып келдіңіз ба? Сезіммен. Ал досыңыз сонда ұзақ уақыт бойы ұнатып жүрген екен сізді. Балсахан былай ғой. Осыдан ақ білуге болатын сияқты, иә? Қыз бен жігіттің арасында достық болмайды. Ай, осы мен сені алам ау. Ай, сен маған ұнайсың деген кезде. Маған үлкен қыздар ұнайды просто ше. Сіз 25-тесіз? 25-тем, өзім үлкен қыздар. 2 жас қой? Бәрін білемін ғой. Біз қояйық. Бір сұрақ қойғым келіп тұр да. Маған айтатын жаңағыдай, сен ұнайсың маған, типа, сен екеуміз үйлене саламыз ба деген кезде, мен әзіл қылып қабылдайтын шынымен. Құрмашы сен, анау неғып ойнап айтасың деген сияқты түсінбей тұрмын да, шынымен неге сыртта шынымен келіп, сен маған ұнайсың деп айтпады деп мен соны айтпадың. Сіз енді сайраңыз енді қалай, қанша уақыт өтті, ұнатып жүріп пе едіңіз, әлде үйдегілер бір айтты деген сияқты? Бұл Қытайда болса мен Шымкент қаласынан ғой негізі. Екеуміз екі әлемде болсақ та бір аспанның астындамыз ғой деп қоясың ғой, короче. Бір-бірімізді жақсы. Қош келдіңіз, иә. Негізі білмеймін енді бір кішкене екі жақтың да эмоциясы бір наигранно ойнап кетті ма. Қослайық алаңында осы жерде шын эмоцияңды берсең, халық шын сенеді, өтірік болса бірден біліп қояды деген сияқты. Кісінің тарапынан бір кішкене енді Тәуіржан мырза келіп жатыр, мына жақтан бір Ринат мырза осы жерге келіп отырып қалды. Бір өзінің бүйтіп кішкене білмеймін жаңағы, енді блогер ғой деймін, иә, шатаспасам. Өзінде кішкене тиктокта мен көргенмін бір несі. Может быть, кішкене ахват керек шығар бір. Сондай мен енді қатты дос екендігі көрініп тұр екеуінің расымен де. Аягөзді андай, енді Аягөз өзі келген кезінде қатты үлкен талап қойып қойды. 10 миллиондай табатын ер азамат деген сияқты. Сөзінің жаны бар енді. Мына жер осы бір халық алдында, стримда жүрген адамдардың мекені болып кетті ма деймін да. Түсіп кеткен статистиканы көтеруге бір мен мұндамын көріңдер деген сияқты. Азамат ұнатса жалпы кішкене бір ұялып қымсынып, мен негіз дос болып жүргенбіз, бірақтан да кішкене бір мен жақтан да сезім болды деп бір болады ғой бір ерекше білдіру болғанда. Иә, мен негіз ұнаттым деп дос болғанмен ұнаттым деп келіп отыр да. Жалған болатын TikTok желісінде. Вроде сіз басқа қызды ұнатып, сонымен видео түсіріп жүргенсіз. Халыққа жаңағыдай міне осы қызды Шымкентке алып келем дегенде бір сондай нәрселер оқығанмын. Енді келіп Аягөзге сезім білдіріп отырғаныңыз кішкене бір басқа болды екен деп сразу бір статистика көтеру дегенге не алып келе берді. Мен түсінбей жаңағыдай блогер болса сонда солай ойлаудым, менің ойымша қате сияқты айтып тұр ғой. 3 жылда міне жігіт ұнатты, сәті келді, кеп тұр деген сияқты дүние ғой. Кішкене жаман ойламай бір жақсы ойлауға тырысайық деп айтып жатыр да. Бірақ та кез келген мысалы, хоть блогер болсын, хоть тиктокер болсын, осы нәрсеге бұл шынымен де ұнатып келіп тұр ма екен деген сияқты. Бірақ мен мына жерде Аягөздің реакциясына енді шынымен де бір таңғалып тұрған нәрсе көрдім. Шынымен өзінің досы арқылы менің сезім ашылып кетті деген нәрсеге ол да таңғалатын еді да. Қалай бұл мен досым болып жүріп, аяқ асты сезім ашылып келе салды деген сияқты. Бірақ сіздің келгеніңізге бәрібір де біздің күмәніміз бар. Бір статистика үшін ғана деген сияқты. Неге біз Ердәулетке айтамыз?
бұл жерде аягөз отыр ғой, мысалға аягөз енді біз еске қатысушы, кімді шақыруды біледі деген күдікті аягөз жақтан іздеп көрсек деймін. Енді аягөздің өзінің бір құйтырқы іс әрекеттері шақырып алғаны деп кішкене айтуға болады. Жатыр статистика деп жатсыздар, иә, блогер деп жатсыздар, тикток деп жатыр. Бұл жандар да біріншіден бақытты болуға лайықты. Бәлкім Қосылайықтан көрген бойда, ал осы менің бәлкім мүмкіндігім шығар деп келген де болуы мүмкін. Жүрсен 3 жылда? Балсахан бір нәрсе айта кетейінші осы жерде. Жоқ, мен сұрақ қойдым Ердәулетке. Сен не істеп жүрсің? Енді ашылған шығар мен. жатыр ғой, басқа елде де бірге болдық, 3 жылдай бір-біріміз танимыз деп Бекзаттың айтып отырғаны шынымен жаны бар. Көрмейді, еркектер бір қарағаннан ұнатып қалса, олар 3 жыл араға уақыт салмайды, баяғыда үйленіп кететін едіңдер екеуің да. Не намекать етпегенсіз, аягөз өзі де шын ба өтірік па в шоке отыр да. Мен сені ұнатып жүредім негізі, бір свиданиеге барсақ қалай деген сияқты. Или сіздерде еркек пен қыз сияқты общение кішкене болсын болды ма? Мен Ера деп айтамын негізі, Ердәулет деп айта алмаймын. Ера маған айтқан болатын да, сен Қосылайыққа кетіп қалыпсың ғой деген сияқты да. Мен Қытайдан келдім, сразу Шымкентке кетіп қалдым, отбасымда болдым. И Алматыға келдім, ертесіне мен Қосылайыққа келдім. Бұл өзі шок болып сұрады, мен сен Қосылайыққа кетіп қалдың ба деген сияқты. Иә дедім да. Сол кезде ол біртүрлі болып қалды андай қылып ше. Біз доспыз, бірге видео түсіретінбіз, Шымкентте де бірге жүретінбіз, Қытайда да жаңағыдай мен сол жақта жұмыс жасағасын көп нәрсе білмеген соң мен келіп сұрайтын негізі. Ера мені ұнатады деген нәрсе ешқашан болмаған.